Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өзімнің ең сүйікті құймақтарымның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтындығына сенімдімін. Жасалу жолы өте қарапайым. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды, 3 ас қасық қантымызды салып, араластырып аламыз. Миксермен немесе жай ғана венчикпен араластыра беруге болады. Екі 280-300 мл сүтімізді құйып, араластырып аламыз. 70 грамм ерітілген сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнға қопсытқышты салып араластырып аламыз да, сұйық массамыздың үстіне аз-аз бөліктен салып араластырамыз. Қажетті заттардың тізімін және де грамдарымен описанияда жазып қалдыратын боламын. Араластырған кезде ешқандай комочек қалмауы керек, жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Массаны тым қою етіп жасаудың қажеті жоқ, кішкене сұйықтау етіп жасау қажет. Табамызды қыздырып, құймақтарымызды пісіруге кірісеміз. Сұйық майымызды тек бірінші құймақта пісірген кезде ғана құямыз, қалған кезде құюдың қажеті жоқ. Құймақтар өте әдемі, нәзік, ажурный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Біздің құймақтарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.